Сәлем бердім баршаңызға, апалар, қыздар, келіншектер. Мен бүгін осындай қысқа сақталатын, қайнатылмайтын қызыл бұрыш жаптым. Орысша айтқанда огонек. Соны бүгін тамашалаңыздар. Ол үшін мен каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Менде осындай міне 7 литрдей шықты. Бізге ол үшін қажет 5 килограмм қызанақ, 3 килограмм тәтті бұрыш, аспирин 1 пачка. Менде блендер, мясорубка қолдансаңыз да болады. Сарымсақ, қызыл ащы бұрыш. Және мен айтуға ұмытып кеткенмін, бұл жерде хреннің, яғни ақ желкектің тамырын қосқан болатынмын. Қызанақтың жақсы сортынан таңдап алған болатынмын. Мынандай сердцевина дейді ғой, жүрекшесін алған жоқпын. Осылай бүтіндей қостым. Сіздер алып тастасаңыздар да болады. Өздеріңіз қарап саларсыздар. Бүлінген жерлерін алып тастасаңыздар болады. Міне осылайша барлығын езіп шығамыз. Мясорубкамен қолданғаннан гөрі мына блендермен өте ыңғайлы екен, қолайлы екен. Себебі бір келкі болып шығады. Қабығы, помидордың былай мясорубкамен езген кезде, айналдырғанда қабықтары жүреді ғой. Қабығы өтіп кетеді, ал мынада ұнтақша болып езіліп кетеді. Өте жақсы болады, міндетті түрде блендермен жасап көріңіздер. Екі 250 грамм тұз қосамыз. Аспириннен 7 штук қосамыз. Араластырып, аспиринмен 12 сағатқа қойып қоямыз. Бізде 12 сағат өтті. Бұл огонектің бір ерекшелігі қайнатылмайды. Және біз бұған қант, май қоспаймыз. Және қысқа сақтауға болады. Ашымайтын ең бір жақсы себебі хреннің тамырын молырақ қоса беріңіздер. Осылай міне мен баклажкалардың барлығын тұзбен, ішін содамен жақсылап жуып шайып шықтым. Бір келкі қойып.
біркелкі қылып құйдым приправамызды. Міне осындай 7 литрдей менде шықты приправа. Міндетті түрде ерінбей жасап көріңіздер, қыста рахатын көресіздер. Сондай керемет дәмді болып шықты. Қыста етке, сорпаға саласыздар. Таза витамин болады, себебі біз қайнатпаймыз. Қайнатқан кезде жемістердің, көкөністердің ішіндегі дәрумендері өліп қалады. Бұны холодильникке сақтауға болады, тоңазытқышқа немесе жертөле болса погребке сақтасаңыздар болады. Егер менің осы видеом пайдалы болса, егер менің видеом ұнаса, сіздерге пайдалы болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып кетіңіздер.